психологиялық ахуалды қалыптастырып алайық. Ыстық алақан тәсілін қолданайық. Кәнігі балдар ортаға шеңбер болып тұрамыз. Бәріміз бір-бірімізді қолымызды ұстаймыз. Теңдер. Бір-бірімізге жақсы тілектерді айтамыз. Көңіл күнге сәттілік тілейміз. Бақыт, денсаулық, көңіл күйің мықты болсын. Ыстық. Бүгінгі күнің сәтті өтіп жолы болсын. Сабағың жақсы болсын. Бүгін көңіл күйің өте жақсы болсын. Бүгінгі сабақтан денсаулық. Бүгінгі күнің жақсы болсын. Бүгінгі күнге сәттілік. Ой, рахмет. Кәнігі отырмай тұрамыз. Енді психолог қобдишадан біз өзіміздің топ-топқа бөлінетін фигуралар таңдаймыз. Кәнігі ашып көрейік. Мен енді сендерге араластырып алып берейін. Кәні тез өздерінде таңдай беріңдер. Қолдарыңызды алыңдар. Фигураға байланысты екі топқа бөлінеміз. Burada 4 бұрыштар оң қатарға, 3 бұрыштар сол қатарға бөлініп, екі партаға отырайық. Жайғасайық, кәнігі балдар. Қазіргі келесі тақырып бізге миға шабуыл болады. Жалпы тақырыптың бәрі роботқа байланысты бөлінді. Роботтың қандай түрлерін білесіңдер оқушылар? Кәнігі айтып. Роботтың түрлері медициналық робот, өндірістік робот, тұрмыстық робот, әскери робот, официант робот және робот мұғалім. Ой, молодец. Робот дегеніміз қашан пайда болды? Негізі жалпы әлемге қашан келді? Кәні айта отыршы. Робот дегеніміз ең алғашқы робот 1927 жылы Нью-Йорк қаласында жасалып шыққан. Кім жасап шыққан екен? Дэвид Уэкси жасап шыққан. Дүниежүзілік көрмеге арнайы қосылып шығарған да? Молодец, бәріңіз одағы. Және үшінші. Бүгінгі таңда роботтар қандай салаларда кездестіруге болады? Қандай салаларда кездестіруге болады көбіне? Айта ғой. Роботты тұрмыстық жағдайларда, өндірістік орындарда, мейрамханаларда немесе медициналық орындарда кездестіруге болады. Өте орынды, рахмет. Өндірістік робот дегеніміз не? Кім біледі өндірістік роботты? Ән айта ғой. Өндірістік робот дегеніміз өнеркәсіпте адамға ұқсамайды. Ол бір орында тұрып жұмыс істейтін стационар роботтардың жиі қолданылады. Оларға робот станок, өндірістік желілер және манипуляторлар жатады. Ой, бәрекелді. Қараңдар балдар, өндірістік робот деген үлкен кәсіпорындарда пәленбай мың адамдардың жұмысын алмастырудың мақсатында, мысалы, біз адам болсақ не аламыз? 8 сағат деген демалуымыз керек, ұйықтауымыз керек. Ал робот деген үздіксіз жұмыс істеп тұрады. 24 сағат болса, 24 сағат. Мысалы, адамнан 3-4 есе көп жұмыс істейді, бұзылмағанша. Және келесі медициналық роботты кім біледі? Медициналық роботты қандай болады? Кәніге айта ғой. Медициналық роботтарда хирургтар пайдаланады. Медициналық роботта адамның тамырына дәрі беру үшін, массаж жасау үшін және тағы да басқа жұмыстарға пайдаланады. Әлемдегі ең танымал хирург робот Да Винчи. Оның көмегімен хирургтар адамдарға күрделі оталар жасайды. Күрделі оталар жасау үшін ең мықты нано роботтар қажет. Қараңдар, балдар, роботтың дамыған соншалық біздің медицина саламызға да кіріп жатыр. Медицина саламызда өте күрделі, адам қолы дірілдемейтін, мысалы, точность керек, сондай салалар болды. Мысалы, көзге операция істейтін кезде, бауырға өте андай
миллиметрлермен есептелетін кездер болады. Сондай жерлерге операция істеп, сол жерлерді тілетін, соларға өте пайдасы тиеді екен роботтар. Және адамның қолы сыймайтын жерлерге де оңай барады екен да. Түсіндіңдер ма? Тұрмыстық робот. Тұрмыстық робот. Айтады. Тұрмыстық робот дегеніміз ауыр жұмыстарды жасайтын адамның ауыр жұмыстарын жасай алатын роботтарды атаймыз. Олар үйді тазалайды, ыдыс-аяқ жуады, тамақ әзірлейді, үйді қарауылдайды. Бәрекелді. Біздің роботтар уже үйге де келеді, үйге бізге көмектесуге. Үйді шаңын тазалайды, ысырады, жуады. Қандай керемет. Және әскери робот қандай болады? Кән әскери робот кәнге айта ғой? Әскери робот әдетте қашықтықтан басқарылады және ерекше қауіпті жағдайларда адамдарды алмастыра алады. Бұл роботтарға робот мина тазалаушы, робот танк, робот санитар деген аттар болады және тағы да мысалдар бола алады. Қараңдар, біздің роботтар енді армияға келеді екен, адам қауіпсіздігін. Мысалы, жерде миналар болатын болса, жарылғыш заттар, бір жерде қауіпті жерлер болатын болса, соғыстың кезінде болмаса, бір жерге жасырып қойған болатын болса, оны не істейді? Адам өміріне қауіп төнген жерлерге роботтар жібереді екенбіз. Роботтардың жаны жоқ, оларды қанша бұзып, жарылып кетсе де, жаңасын құрастыруға болады. Ал бізде ең қымбат не? Адамның өмірі. Одан кейін қандай робот қалып, және бізде робот мұғалім. Кән айтады. Робот мұғалімнің көптеген қызметтерін атқара алады. Мысалы, дауыстап оқиды, бірнеше тілде сөйлейді, балаларға тапсырма бере алады. Бірақ ол адамдардың эмоциясын ажыратып ойлай алмайды. Біздің роботтар жаңа көрдіңдер ғой, қандай салаларды уже мектептегі салаға мұғалімнің орнын алмастыруға келеді. Ода бірақ қандай сезім болмайды екен, ұйымдастыру қабілеттер болмайды екен, эмоция ажыратылмайды. Мысалы, адамдардың көңіл күйлері, оқушының көңіл күйі қандай болып тұр, көңіл болып тұр ма, жарқын болып тұр ма, оның бәрін ол сезбейді. Тек қана сабақты айтады, сенен жауап қатады, бағалайды. Сол жерлерден мысалы бізді роботтар алмастырамайды екен. Ал оқушылар үй тапсырмасына жақсы дайындалып кетсіндер. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз робот техника сәлері және оның келешегі. Келешекте не болады? Роботтар қалай жұмыс істейтін? Қандай прогресстерге келе жатқан сол жайлы талқылаймыз. Және де оқудың мақсаты робот техника саласындағы адамзаттың техникалық жетістіктерін мысал келтіреміз. Жетістіктерін айтамыз. Және де бағалау критерийлері, оқушылар мақсатқа жететін бағалау критерийлері оқушылардың мақсатқа жетті, робот ұғымы мен түрлерін анықтай алады, робот түрлерін салыстыра алады, робот қызметін пайдаланудың маңыздылығын тұжырымдай алады. Ал оқушылар біздің бейне сабағымызда қарап жібереміз. Саламатсыздар ма балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы робот техниканың тарихы және оның келешегі. Оқу мақсаттары робот техника саласындағы адамзаттың техникалық жетістіктеріне мысал келтіру. Робот дегенде біздің көз алдымызға көбінесе ғылыми фантастикалық фильмдер мен кітаптарда бейнеленген роботтар келетіні сөзсіз. Атақты америкалық фантаст жазушы Айзек Азимовтың 1950 жылы жарық көрген «Мен роботпын» ғылыми фантастикалық әңгімелер жинағында алғаш рет робот техниканың 3 заңы тұжырымдалған. Олар бірде-бір робот адамға залал келтіре алмайды немесе әрекетсіздігімен залал келуіне жол бермейді. Екінші, бірінші заңға қайшы келмесе, робот адамның барлық бұйрықтарын орындауы тиіс. Үшінші, бірінші және екінші заңдарға қайшы келмесе, робот өз қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек. Робот бүгінгі таңда фантастика емес, шындыққа айналған дүние.
Оған кір жуғыш мәшине, авиалайнер және мина тазалаушы сияқты көптеген мысал келтіруге болады. Бүгінде робот біздің өміріміздің түрлі салаларына еніп кетті. Олар ғарышқа ұшады, басқа ғаламшарларды зерттейді, әскери мақсаттарда қолданылады. Робот техника тарихы Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі атом өндірістің пайда болуымен де байланысты. Роботтың әлем мойындаған туған күнін 1966 жыл деуге болады. Бұл күні Лавочкин атындағы машина құрылыс зауытында алғаш рет луноход 1 роботы жасалды. Луноход 1 роботы 1970 жылы автоматты станциялар құрамында ай бетінде сәтті жүріп өткен тарихтағы алғаш ақпарат. 60 жылдардың басында ғылыми техникалық прогресс нәтижесінде механикалық қолмен жабдықталған әмбебап машинасы құрылды. Ол өндірістік робот деген атаққа ие болды. Роботтардың даму тарихын қазір 3 буынға бөліп қарауға болады. Бірінші буынға программа көмегімен басқарылатын роботтар жатады. Ондай роботтар негізінен белгілі бір қатаң кодталған операцияларды орындауға арналған. Алғашқы программалық роботтар 1960 жылдары өнеркәсіпте қолданылды. Бірінші буындағы роботтардың қолданылу аясы кең. Бұл роботтар станоктарға, пештерге, престерге өңдеу желілеріне, дәнекерлеу, құю машинелеріне және тағы басқа қызмет көрсету үшін сәтті қолданылды. Бірақ бұл роботтар адамның араласуынсыз, толықтай тәуелсіз жұмыс істей алмайды. Осы және басқа да шектеулер роботтардың келесі буынның пайда болуына жол ашты. Екінші буынға сезімтал роботтар жатады. Бұл роботтардың алдыңғы буыннан айырмашылығы, олар сыртқы сенсорлық датчиктердің едәуір үлкен жиынтығымен қамтылған. Сонымен бірге робот денесінде қол немесе аяқ түріндегі сенсорлық пайда болды. Қазіргі кезде су астында жүзетін роботтар, ғарыш роботтары, әскери немесе медициналық мақсаттағы роботтар сияқты екінші буын роботтары кеңінен қолданылуда. Үшінші буынға ақылды немесе зияткер деп аталатын роботтар жатады. Роботтардың бұл буыны басқару жүйесінің күрделілігімен және жасанды интеллектімен ерекшеленеді. Мұндай ақылды роботтар адамның іс-әрекеттерін модельдеу үшін ғана қолданылмайды. Сонымен бірге олардың зияткерлік қызметін автоматтандыруға, яғни зияткерлік мәселелерді шешуге бағытталған. Болжам бойынша алдағы уақытта жасанды интеллектісі бар дербес робот пайда болады. IBM компаниясы Blue Brain жобасы арқылы 4-5 жылдың ішінде нақты виртуалды ми құру бағытында жұмыс істеуде. Егер жоба сәтті орындалса, онда жақын уақытта адам миының қызметін толық атқара алатын жасанды интеллект пайда болады. Ондай жағдайда адамдар үшін роботпен қарым-қатынас жасаудың белгілі бір этикалық ережелері қажет болады. Дербес роботтың пайда болуы адамдардың өмірін жеңілдетеді деп күтілуде. Әсіресе дербес роботтың көмегі медицинада ауруларды, әлеуметтік салада жалғызбасты қаптарды күтуге, білім саласында балаларды оқытуға керек. Адамдар үшін роботтың гуманоидтық келбеті болуы маңызды. Адамдар роботтың адамға ұқсауын, мимикасы, оның қимылы мен іс-әрекеті болған қалайды. Робот жақсы да, жаман да бола алмайды. Ол тек роботты басқарып отырған адамға ғана байланысты. Ал оқушылар қазір түртіп алу әдісін пайдаланып отырып, біз кітап дәптерлерімізді алып, бүгін сабақтарда не түсінді, қандай заңдары бар және қандай буындарға бөлінеді, соның бәрін түртіп алу әдісін пайдаланып, дәптерге болмаса ортаға түсіреміз қазір. Қазір бастаймыз олар. Бүгінгі сабақта не түсіндік, қандай заңдары бар, қандай буындары бар, солар бәрін түртіп, жазып қойып. Үйретіп алғандар да болады.
балдар боқталып па? Ой, бәрекелді оқушылар. Өтіп қалдыңдар ма? Ұнатып. Ой, бәрекелді. Жігіттер робот салып ма? Роботтың келешегі өте үлкен мықты болайын деп тұр. Келе жатқан біздің 21-ші ғасырдың соңына таман үлкен бір толқулар мен дүмпулер келе жатыр. Даму жағынан. Енді қазір 100 жылдың ішінде біздің роботтар космосқа апарып біздің роботтар қонып жүріп көріп жатса, ендігі 21-ші ғасырдың соңына таман адамдар айға ұшып, қыдырып барып келетін жағдайға дейін баруы мүмкін болып жатыр. Ол біздің мықты ғалымдарымыздың арқасында қазір баяғы 100 жылдық қадаммен, қазір 10 жылдық қадаммен қарқынды дамып келе жатыр. Именно осы робот техника саласы, робот саласы, жаңа айттық қой, медицина саласына, мұғалім саласына, үйдегі жұмыстың саласына, әскери салаға өте үлкен көңіл бөлініп жатыр. Баяғыдай өте жаңағыдай адамның потенциалы көп жұмыс істейтін жерлерге техникамен роботтарды жібереді. Адамдар көп өмір сүру үшін және көп қара жұмыс істемеу үшін. Енді болашағы өте темір болайын деп тұр. Алда кім біледі, бәріміз төбеде ұшып жүретін шығармыз роботпен деген. Ал балдар енді әркім өзінің берілген тапсырмасын қорғасын. Бізде жаңа екі топ бар ғой, үшбұрыштар және төртбұрыштар ма? Әдеби балдар қорға жіберейік. Өзіміздің сүйретіп салған, дайындалған сабақтарымыз ғой енді. Әдеби бірінші кім бастайды? Кәмпи бастай қойыңдар. Үшбұрыштар тобы. Бірінші заңдылық. Бірде-бір робот адамға залал келтіре алмайды. Немесе әрекетсіздігімен залал келтіруіне жол бермейді. Екінші заң. Бірінші заңға қайшы келмесе, робот адамның бұйрығын орындауы тиіс. Бірінші және екінші заңға қайшы келмесе, робот өз қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек. Ой, бәрекелді. Біз сіздерді оқушылар ең күшті лайк деген стикермен бағалап қойып, сәл төртбұрыштар тобы. Роботтардың негізгі 5 түрі бар. Олар тұрмыстық робот, медициналық робот, робот мұғалім, өндірістік робот және әскери робот. Ал роботтардың 3 буыны бар. Ең алғашқы роботты 1927 жылы Нью-Йорк қаласында Дэвид Уэксли дүниежүзілік көрмеге арнап шығарған. Саласы өңдер. Ал төртбұрыштар тобы сіздердің кезектеріңіз. Роботтардың негізгі түрлері тұрмыстық робот, өндірістік робот, әскери робот, робот мұғалім және медициналық робот. Ең алғашқы роботты Нью-Йоркте Дэвид Уэксли шығарған. Роботтардың 3 буыны бар. Бірінші буынға программадан басқаратын роботтар жатады. Ондай роботтар негізінен өзіне берілген бір жұмысты жасайды. Мысалға, күзетші робот тек сол үйді күзетеді, ал қалған жұмыстарды жасамайды.
алғашқы программалық роботтар 1960 жылы өндіріске арнап шығарылды. Ал екінші буындағы роботтар сыртқы сенсордегі едәуір үлкендікпен басқарылады. Бұл екінші буындағы роботтарға медициналық роботтар және ғарыштағы роботтар, су астындағы роботтар, әскери роботтар жатады. Үшінші буынға ақылды немесе зияткер роботтар жатады. Бұл роботтар адамдардың істей алмайтын ісін істейді. Бұл роботтар адамдардың мәселелерін шешіп береді. Ой, бәрекелді. Төрт-бұрыш тобына үлкен лайк береміз. Бәрекелді. Ал оқушылар бүгінгі сабақты жақсы түсінді деп ойлаймын сендерді. Үй тапсырмасын жақсы дайындалыпсыңдар. Керемет. Енді сабақты қорытындылай келе, мына сендерге компьютерден сайтпен тест дайындап қойғам. Сол тестті тапсырып, өзіміздің білімімізді шыңдай түсейік. Кәнді балдар компьютерлерге одай жайғасып. Толды экран ашып қойды. Таблица лидерс дегенді басып, өзіміздің ат жөнімізді жазамыз. Балдар, қыздар. Ой, бәрекелді. Қанша бал жинаған десек болды? Барды. 5 балдан 5 сұраққа 5 балдан жинап. Өте керемет. Бүгінгі сабақты жақсы түсінгендерің білініп тұр. Asıqlayımız, oylanımız deyimiz. Aldığın tariflarda, ürün tariflarda alınan sıraqlar bəyər. Bərəkəldə qızlarımız жылдан öyle kesinlikle var öyle.
енді кері байланыс болады. Таңдау әдісі, сұрақ жауап. Бүгін сабақта не үйрендіңдер? Сіздерге сабақ қиын болды ма, қызық болды ма? Көп мағлұмат алдыңдар ма? Сол жайлы маған критерий бойынша белгілеп берсеңдер, әр тосқа берейін. Маған өте үлкен пайдасы тиеді. Келесі сабақта қай жағына қызық болды. Balda bu konuda mı? To'sandırma yerinde. Evet. Oy, barakelda. Rahmet. Al, оқушылар енді бағалап келді.